Айда, біздің арамызға от салған Джулия. Ешкім күтпеген жағдай орын алды. Айда қызымыз әлеуметтік желідегі ресми парақшасы арқылы Нұрдәулет пен Джулия жайлы ешкім естімеген жаға ұстатар жайт жайлы жайып салды. Сонымен қатар қызымыз Айда мисс байқауы туралы айтылмаған ақиқатты айтып тастады. Мен Джулияға қатты тарынып қалған. Мен сені бір туған эжемдей көріп, үйіме чейін алып келіп сөйлеп жүрсем. Айда Инстаграм парақшасында тікелей эфирде көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Көрермендер мисс Джулия жайлы жарыса жазды. Айда ашуға булығып Джулияның былығын ашты. Айда, Джулиямен сөйлеспей қалғам. Жаман қарым-қатынаста сөйлеспей қалған болатымын. Менің Джулияға деген ренішім болған. Джулияға көңілім қалған. Себебі Нұрдәулетпен ажырасуымыздың бірден бір себебі Джулия болатын. Ошол жана Нұрдәулет экөөбүздүн расставаниябыздын бирден бир себеби да ошол. Эки жүздүү адамдар мага керек эмес. Джулия Нұрдәулетке мен жайында қауесет таратып жүрген. Тіпті Джулия біздің қолдаушы апаларымызға Нұрдәулет екеуміз жайлы ақпарат таратқан. Маған қолдаушы апалар Джулияның перепискаларын жіберді. Менің сол кезде Джулияға қатты көңілім қалған. Бір туған әпкемдей көріп, үйіме дейін алып келіп сыйлап жүрсем. Сен бұл жақта мен жайлы, Нұрдәулет екеуміз жайлы ақпараттарды шығарып жүрсін. Деп мен ренжіп атпескі болып кеткенім бар. Джулия мен сөйлеспеймін. 200 адамдар керек емес. Деп ашуға булықты Нұрдәулеттің бұрынғы жұбы Айда. Колдоочу эжекелерибиз менен бизди ушактаганын көрүп калгам да, угуп калгам, билип калгам, перепискалары келген. Анан ошондо мен Джулияга аябай катты тарынып калгам. Сонымен қатар Айда күшік күйеу жайлы әңгіменің ұшын шығарды. Кыргызстандан чыкпай калдым, күчүк күйөө болуп калдым деп ошол сөздү. Нұрдәулетке қолдаушылар негатив жазып кеткен. Сен күшік күйеу боп қалдың деп. Осы негативтен қашып ешкімге айтпай Бишкекке келіп жүрді. Гүлін көтеріп алып келіп жүрді. Деді Айда Нұрдәулет жайлы. Айда сондай-ақ қатысушылы мисс байқауы жайлы айтып тастады. Негизи ошо мисс боюнча айтып кетсем, мен да катышышым керек болчу, бирок негизи мен мисс боюнча айтып кетсем, мен де қатысуым керек болған. Бірақ сол жерде бір конфликт болды. Джулия шықты. Айда қатысса мен қатыспаймын. Себебі екеумізде ұрыс талас болуын қаламаймын. Сол кезде мен даже Джулия сен аласың, мен қолдаймын. Мен лучше эфирден шығып кетейін. Деп шығып кеткен болатынмын. Кейін ол алды. Молодец, деді Айда. Айда тікелей эфирде тағы да Ақтөре мен Асем жайлы ешкім естімеген былықтың бетін ашты. Шерхан мен Хамрақұлдың не қатысы бар, сұмдық. Осы жайлы Айданың күтпеген мәлімдемесін келесі шығарылымда айтатын боламыз. Таңдауым арнасына подписация басың. Осы жайлы міндетті түрде айтатын боламыз.